Сәлеметсіздер ме, алматылықтар? Менің аты жөнім Шатемір қызы Ақмарал. Мен Алматы қаласы нөмірі 173 мектеп-лицейде қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкерімін. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттығына Алматы қаласы нөмірі 3 сайлау округінен өзін-өзі ұсыну тәртібімен депутаттыққа кандидатпын. Елімізде шешілмеген түйткіл мәселелер көп. Мен осы кезеңге дейін кез келген мәселелерге немқұрайды қараған жоқпын. Бар күшімді салдым. Енді депутаттар қатарында сіздермен бірлесе отырып, елдің арасындағы қордаланған, түйіні шешілмеген мәселелерді шешуге бел будым. Кеше ғана Алатау ауданының тұрғындарымен кездестім. Жалпы Алатау ауданында жүргеніме бірнеше уақыт болды. Сол жердегі мәселелердің бірі, мысалға, тұрғындардың жанайқайы, ол көшедегі жарықтардың күңгірттігі, жолдардың өте нашарлығы, канализация, тұрба жұмыстарының әлсіздігі, ауыз судың жоқтығы, 11 метр жерге дейін өздері қазып, су ішіп отырғандығы. Міне осылардың барлығы халықтың жанайқайы. Мен мұғалім ретінде мектептегі балалардың жағдайын, балалардың артында тұрған ата-ананың, апасының, әжесінің, атасының жағдайын жақсы түсінемін.